그냥 그저 가면 돼. Assalamualaikum. Апалар ана жерге сыйысып отырып алыңыздар. Бастай берейік, ә? Артыңызда ме? Ойбай, қандай жағдай болса. Қазір. Апайлар, бастаймыз ба? Кейін түрте бересіз. Кейін барып жөндейміз, ә? Мынау бүгінгі тақырып апалар өте маңызды. Жалпы бізде байқайсыздар ма? Біз өзімізді әрдайым ақтап отырамыз. Біз сырттан бірдемелер. Мысалы үшін біздерде байқайсыздар ма? Мынау бір жетістікке жеткен кезде Аллаға шүкір өз ақылымызбен жеттік. Өз күшімізбен жеттік деп айтамыз. Біз өзімізге еш уақытта серт қоспаймыз ғой біз. Бірақ басымызға іс түсіп бірдемеден айырылған кезде өзімнің ақымақтығымнан осылай түстім демейміз ғой біз. Маған көз тиді дейді. Мені біреу қарғады. Мені біреу дуалады. В общем, қараңыз, біз жетістікке жетсек, біз істедік та, бірақ біз құласақшы, біз құласақ онда біз құлаған жоқпыз, бізді біреу құлап болып тұрады да. Солай сырттан әйтеуір бір нелер іздеп жүреміз. Енді қараңыздар, қызық тақырып мынандай. Басымызға келген бәленің бәрі өзіңізден. Алла Тағала ешкім зұлым жасамайды. Осы біздің бүгінгі тақырыбымыз түсінікті болу үшін бір екі адамның өмірін айтайын. Қысқа ғана. Біреуі Ибн Сирин деген кісі болған. Ибн Сирин деген кісі. Бір 75-80 жастың арасында, 75 жастар шамасында қатты кедейлік келеді. Өзі әулие кісі болған адам ғой ол. Қатты кедейлік келеді. Сонда айтады. Осыдан 40 жыл бұрын дейді да. 30 бен 40-ның арасында болып тұр ғой. Осыдан 40 жыл бұрын бір адам келіп мені қарғап сілеп жаман сөздер айтып жатқан кезде мен оған артық сөздер айтпадым дейді. Бірақ бір сөзім бар еді айтқан дейді. Айт, тақырға отырғыр деп айттым дейді. Тақырға отырғыр деген түсінікті ғой, кедей болып қалғыр деген мағынада келе ма? Сол сөз мені 40 жылдан кейін ұстады ғой өзімді дейді да. Екіншісі Суфиян ас-Саури. Суфиян ас-Саури, Алла разы болсын, жазып қана апаларға. Дейді да. Сол кезде ойладым дейді. Мынау бір риягер біреу ау деймін. Андай рия жасап отыр ау деймін. Неге жасырынып дұға қылмайды деп ойладым да өтіп кеттім дейді. Содан түнде тахаджудқа тұрдым. Біз ұқсап көрпемен алысып түнмен ұйықтамайды ғой олар. Олар тахаджуд оқиды ғой апа. Сонда айтады. Түнде тахаджудқа тұрдым да дұға қылсам көзімнен жас шықпайды дейді. Сәждеде көзімнен жас шықпайды. Солай 5 ай тахаджудта көзімнен жас шықпады дейді. Сөйттім да бұлай болу мүмкін емес. Неге менің көзімнен жас шықпай жатыр? Менің қарасашы апа, қандай керемет адам, менің өмірімде бір қателік бар деп. Қараңыз, ол қателікті кімнен іздеп тұр? Өзінен іздеп жатыр. Сөйтті да, апа, өмірін артқа қарай айналдырдым дейді. Кімге қандай зиян бердім мен өзі деп ше? Бір қызығы апа, ол ойларын да артқа қарай тексеріп жатыр ғой, осы жерде біз қазір ойларымызды артқа айналдырайықшы. Біз түсте не ойлағанымызды қазір есептеп бере алмаймыз. Бізде соншалықты информацияның көптігі бар ғой, біз соншалықты көп ойланамыз, болмайтын нәрселерді ойланамыз. Біз бүгін не ойлағанымыз біз есептеп бере алмаймыз, айта алмаймыз да. Біз соншалықты апа көп сөйлейміз, бос сөйлейміз. Біз бүгін азанда не айттық айтып бере алмаймыз. Ал жаңағы Суфиян ас-Саури бар ғой, екінші алатын одан хикметіміз. Қателікті өзінен іздей бастады да, біз не істейміз? Кім маған не істеді? Құдайдың құдіреті тағы да ауыр сөздер айтамыз. Не дейді? Көтерілген кезде мен көтерілдім дейміз ғой, ал құлаған кезде не дейміз? Құдай неге мені ақ көріп қалды? Неге Құдай мені көріп қалды? Деп
Құдайға не жаздым мен Құдайға деп, біз Құдайға ренжиміз ғой біз. Алжа Суфиян ас-Саури не дейді? 5 айға шейін ойы таза келген екен да. 5 ай бұрынғы өткен ана бағана жаман ойы бар ғой, пәленше, ана дұға қылып отқан жігіт жайлы ойлаған. Сонда айтады: Алла, мен сол жігіттен рия жасап жатыр ғой деп ойладым ғой. Сол ойым екен ғой менің түбіме жетіп, көзімнен жас шықпай, жүрегімді қатырып тастаған. Алла тағалам, тәубе еттім. Кешірші мені. Сол бір мұсылман үшін, бір мұсылман бауырым үшін ойлаған жаман ойыма мені кешірші, Алла тағалам, тәубені қабыл ет. Сол ойым үшін мені азапқа салмашы деп тәубе ет. Бұлақтар болады ғой ауылда, бетін топырақ басып қалған. Соны ана күрекпен ашасыз ғой, сол кезде білесіз ана су қалай ақтылап қайтадан аға бастайтын. Тәубе деген сондай дейді да, бұлақтың көзін ашатын нәрсе болшы. Жыладым дейді. Енді қараңыз, осы оқиғадан түсінетініміз жігіттер, әулиелердің, Алланың жақсы көретін құлдарының бір жаман ойы, оның 5 айлық құлшылығының талқанын шығарған болса ше, Нұрдәулет, біздің ойларымыз бар ғой, біздің өміріміз талқанша. Біз Қағбаның жанында жүріп, мынау әдемі екен, мынау мынандай екен деп, Қағбаның жанында жүріп ойларымызды реттей алмай жатырмыз ғой біз. Расы да? Жаман ойды өте тез ойлаймыз ғой біз. Біздің ана көке ғайбат айтпай қоя тұрайық оны әлі. Айтып жатқанда, тілден шығып жатқан біздің зияндарымыз бар ғой, оны айтпай қоя тұр әлі. Просто ойды қарасаң бар ғой. Алла Тағала не дейді? Я айюхалладина аману жтанибу катиран минадзонни инна ба'дадзонни ифм. Ей, Аллаға иман келтіргендер, я айюхалладина аману, ей, Аллаға иман келтіргендер, алыстаңдар дейді. Неден дейді? Көп күмәнді ойлардан алыстаңдар. Апа айтып отыр. Кейбір ба'дадзонни ифм. Кейбір ойлар бар ғой, күнә ретінде жеткілікті. Енді қараңыз, сіз біреу жайлы жаман ой ойлап келе жатырсыз, әлі сізге күнә жазылып жатқан жоқ. Бірақ сіз сол ойыңыздан қайтып, қойай, ол мұхтар ондай емес деп қайтсаң бар ғой, онда нормально. Ал егер сен жаңағы жаман ой келе жатыр ғой, соны ар жағыңда өзің мақұлдасаң, шынында да негізі бұл мұхтар сондай бар ғой деп ше, ана өзің ойлап жатқан жаман ой бар ғой, жаман ой. Соған өзің болып деп келісім берсең бар ғой, сен анау адам жайлы уже шешім шығарып жатсың ғой, оның жаман адам екеніне. Осы күнә болып кете береді. Неге? Сен ешкімге айтпасаң да, сен уже біреуді жаман қылып қойған адамсың да. Енді сен ол жайлы жақсы ойлай алмайсың. Қазақ не дейді? Біз сондай халықпыз дейді да, бір адам жайлы жаман естиміз ғой, соны шынында да жаман қылып көреміз ше. Егер мен бір адамды мақтасам, сол адам кірген кезде сіз нұрланған адамды көресіз. Жамандасам, кәдімгі бір түрлі адамды көресіз да. Қараңыз, ол келіп жатқан сол бір адам, оны өзгертіп жатқан сенің ішіңдегі информация, түсіндіңіз ба? Оны әртүрлі құбыжыққа айналдырып жатқан, саған келген информация ананы өзгертіп жатыр. Сосын не дейді? Біз біреуді жақсы көрсек бар ғой, оның кемшілігін көрмейді екенбіз да. Біреуді жек көрсек бар ғой, одан еш уақытта жақсылық көрмейді екенбіз ғой. Ол тура айтып тұрса да бар ғой, білеміз, қабылдай алмайды екенбіз да. Енді қараңыз, имам Шафии деген кісі айтады. Имам Шафии айтады: апалар, кімде-кім бір жақсылық істесе, немесе бір жамандық істесе, соны көрмей өліп кетемін десе, ол адамды жындылардың қатарына қосыңдар дейді. Мен осы біраз Пайғамбар саллаллаху алейхи хадисін айтайын, ғалымдардың сөзін айтайын, сол кезде бүгінгі тақырып өзі түсінікті болады. Сіз қалай өзіңіздің өміріңізді талқандап жатқаныңызды айтамын. Қараңыз, кім бір жақсылық істесе, немесе бір жамандық істесе, соны көрмей өліп кетемін десе, ол адамды есуастардың қатарына қосып жіберіңдер дейді. Есуас ол дейді. Көреді дейді. Немесе оның 7 ұрпағын, апа қараңызшы қандай қасірет, немесе 7 ұрпағының бірінен қайтарады дейді. Енді мына жерде жігіттер, мүмкін біреуінде ақша барша, біреуінде атақ барша, біреуінде күш барша, кейде сол өзіңдегі басқалардан артық бір мүмкіндікті пайдаланып, біреуге зиян бердің ба, біліп ал.
ол маған еш нәрсе істей алмайды деп ойланып, анау сенімді болып қалма, өйткені сенің ұрпағыңның, 7 ұрпағыңның біреуі сен сияқты күшті болмай қалуы мүмкін. 7 ұрпағыңның бірі сен сияқты атақты болмай қалуы мүмкін. 7 ұрпағыңның бірі сен сияқты бір властьта отырған біреу болмай қалуы мүмкін да. Мейлі кім болсаң, ол не жерде отырған. Өкіметте отырғандар болсаң да ше, ана өзіңнің тағыңды пайдаланып, егер де ше жаңағы біреуге үстемдік жасап жатсың ба, біліп ал, сенің де балаң сол таққа келіп отырады деген бар ғой, тақ пен табыттың егесі жоқ. Ешкімде гарантия жоқ. Біліп алыңыз. 7 сенің ана біреуге берген зияныңды сенен қайтпаса да 7 ұрпағыңның бірінен қайтарып дайындала бер. Сол үшін біз аузымызды жауып тыныш жүруіміз керек. Ешкімге зиян бермей. Неге? Өйткені артыңа, ұрпағыңа сол зияныңды қалдырып кетуі мүмкін. Кеше не дедік біз? Жақсылық тұқым қуалайды, жамандық тұқым қуалайды, алғыс тұқым қуалайды, қарғыс тұқым қуалайды, әдет тұқым қуалайды, ауру тұқым қуалайды екен. Бізде тек қана ана ауруды ғана тұқым қуалайды дейміз ғой, жоқ, қарғыс пен алғыс та тұқым қуалайды. Жақсылық пен жамандық та тұқым қуалайды екен. Оның үстіне біздің апаларымыздың өзі қайтарып отыруға, апалар ренжімеңіздер. Әйелдерде кейде сондай бір әдеттер бар да, біреулер бір зиян берсе, Құдай қайтарсын, басыңа келтірсін, басыңа өзіңнің балаңа келтірсін деп ше, шынымен ше әйел адамдар, эмоциональный адамдар ғой, сезімге берілген кезінде, айтып жатады ше, біреу бір зиян берсе, Құдай өзіңе қайтарсын. Сіз Құдай қайтаратынына сенбей тұрсыз ба? Неменеге қарғап жатсың? Құдай итак қайтарады ғой. Әркім несетін береді ғой, неменесін уайымдап отырсың. Сен ойлап отырсың ба, Құдайдың саған берген зиянын Құдай ұмытып кетіп, оны азаптамай қалады деп қорқып отырсың ба? Құдай бәрібір есепті бермей ма? Жоқ, біз Құдайдың есіне салып отырамыз ғой. Құдай анаған қайтар, баласынан қайтар. Дәл өзіне көрсет маған істеген өзіне көрсет депсе, ана Құдайдың есіне салып отырған адам секілдіміз ғой біз. Біліп алыңыз. Қарғысты да айтпаңдар деген. Неге? Періштелер басыңа келсін деп тұрады. Апа, сіз біреуге бір жамандық тілеп жатасыз ғой, періштелер айтып тұрады, басыңа келсін деп тұрады. Міне, бүгінгі біздің басымызға келіп жатқан кейбір істер, өзіміздің кейбір адамдарға ойланбай сөйлегеніміз. Бұл бірінші жемісі. Енді жаңа не дедік? Біреуге істеген нәрсең қайтады дедік, дұрыс па? Соның ішінде іс қайтады екен. Мұсылманның арасында өткендегі ақыларды соның тағы біреуі не екен? Қараңыз, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Бір адам қателесті. Қайсы? Шында да қателесті да біреуше. Сен оны бардың да басқа жерде айттың ғой. Ана жерде шайды анау. Қателесті анау депше, біреудің айыбын айтты ғой екінші жерде. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Сол ана екінші жерге барып мұсылман бауырының айыбын ашқан адам бар ғой, сол қателікті өзі істемейінше Алла оның жанын алмайды дейді. Қарасаңыз. Апа, біздің бүгінгі басымызға түсіп жатқан істер бар ғой, тілмен де болады, қолмен де болады, оймен де болады, іспен де болады екен да. Ал енді ойлады. Бағана Ибн Сирин не деді? 40 жыл бұрынғы сөз өзіме 40 жылдан кейін қайтты ғой деп жатыр ма? Ал апалар ойлаңыздар, сіз 2001 жылы сентябрьдің 15 күні бір бейшембі шайда отырған кезде, әшейін бір сөзге ілесіп отырып, ана бір оңбаған атаң әңгілік деп шай жібергенсіз ғой, Құдай оны сізгеше қайтарады. Бірақ оны бүгін қайтарады, немесе ертең қайтарады. Оның күнін, срогын Алла өзі біледі. Және оны сізге ауруымен қайтарады, немесе малыңның өлуімен қайтарады, немесе бірдемеңнің жоғалуымен қайтарады. Әйтеуір сенің басыңа бір ауыртпашылықпен қайтарады соны. Дайындала бер. Бірақ қараңыз, бүгінгі басыңызға іс түсіп жатыр ғой, кезінде сіз біреуге зиян бергенсіз, Алла Тағала сізге соны қайтарып жатыр. Бұл жаман жағы. Ал жақсы жағын айтайын ба? Пайғамбар салсам айтады. Пайғамбар салады. Сол зиянның сізге беріп жатқанына, апалар, басыңа сынақ келіп жатыр ма? Онда альхамдулилля де неге десе өйткені ше, Ферғауын бар ғой, Ферғауын бұл дүниеде ауырмай өткен дейді. Кейбіреулер бар ғой, намаз оқысам да бай болмай жатыр. Кім айтты саған намаз деген саған бай айтатын ол бір бизнес-центр емес қой ол. Намаз ше, намаз. Бұл саған бір ақша табыс көз емес екен ғой. Не үшін сен намаз оқысаң,
байып кетуің керек. Кім айтты оны саған? Сен намаз оқыңдар, баю үшін деп кім айтты оны? Намазды сен Құдай саған ақыл берген үшін оқуың керек, шүкіршілік ретінде. Байисың, байымайсың, ол сенің проблемаң. Сонда сен қалай ойлайсың? Саған қатты кедейлік келсе, Аллаға айтпақшысың ба? Алла надо будет. Маған осылай кедейлік қылдың ба? Ал оқымаймын не сенің намазың. Не істемекшімін демекшісің ба не сонда? Біз Аллаға одолжение жасап қойып жатқан жоқпыз ба? Деген секілді бар ғой, қараңыз апа. Пайғамбар салам айтады. Кімнің басына іс түссе дейді, апа. Енді түрлерін айтып жатыр. Ауру келсе, немесе мал мүлкінен айырылса, бір жоқшылық келсе, бір әйтеуір бір зиян келсе, тіптен дейді. Тіптен аяғына тікен кірсе дейді. Тікен кіреді ғой, соған жараса, соған жараса. Алла тағала ол адамның күнәсін не істейді дейді? Кешіреді, тазартады. Сонда не деген? Апа, ауыртпашылықтар, сіздің басыңызға келген ауыртпашылықтар, бұлардың бәрі тазару. Ферғауын, мен патшамын деген кезінде адамдар сәжде қылғанша, өмірден ауырмай өткен ғой, сонда не дейді? Алла тағала оған солай бұл дүниеде ше саулық берді дейді да, ақыреттегі азабын күшті қылу үшін оған бұл дүниеде күнәларын тазартатын еш нәрсені бермеді дейді да, қарасаңыз. Аюб алейхиссалам 18 жыл ауырды ғой, мысал үшін да. Бағана біздің түсінігімізде қарасаң, сонда Алла тағалаға Аюб алейхиссаламнан гөрі Ферғауын сүйікті болып тұрма сонда? Тек денсаулықты, дүниені Алла тағала сүйген құлына ғана беретін болса ше, сонда Ферғауын сонда Аюб алейхиссаламнан бай болып сүйікті болып тұрма? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кедейлігі, айлап қайнаған тамақ жемеген, сонда Ферғауын бай патшалық сарайында өмір сүрген, сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан жақын болып тұрма Аллаға? Жоқ, дүниені бар ғой, дүниені Алла тағала кәпірге де береді, мұсылманға да береді, жақсыға да береді, жаманға да береді. Бірақ иманды бар ғой, иманды ше, иманды апа Алла тағала жақсы көретін құлына береді. Сол үшін не деген? Ең сорлы мұсылман, ең сорлы, ең төмен мұсылман, ең ұлы, ең великий кәпірден жоғары тұрады деген. Түсіндіңіздер ма? Ең великий, ең ұлы кәпір бар ғой, ең сорлы мұсылманнан да төмен тұрады. Ең соңғы мұсылманнан төмен тұрады олар. Неге? Оларда ше жәннаттың кілті жоқ. Иман деген нәрсе бар ғой, апа. Мейлі біреу күнәһар болса да, еш уақытта мұсылмандарға енді мына нәрсені дұрыс түсініп алыңыз. Жек көру деген нәрсемен ашулану деген басқа, ғайбаттау дегенмен шындықты айту деген басқа. Бұны ажыратып алу керек. Егер мен сіздерге қазірге қаттырақ айтып жатсам, ұрысып жатқан болсам, мен сіздер жек көріп жатқан жоқпын. Мен сіздерге бір анандай біреудің айыбын ашып жатқан жоқпын. Бәлкім балаң ауырған кезде де укол саласың ғой, жылатып тұрып. Не үшін? Жазылу үшін да. Деген секілді бар ғой, қараңыздар. Біз мұсылмандарға уағызды қатты айтып жатсақ та, бірақ біз оларды жек көрмейміз. Қайта жанымыз ашығаннан кейін қатты айтамыз. Өйткені мұсылманға шындап келген кезінде ренжуге болмайды. Неге? Өйткені мұсылманды кім жақсы көреді? Алла жақсы көреді. Апа, міне, мысал үшін, аналарымыз өтті дүниеден, дұрыс па? Әкелеріміз өтті дүниеден. Егер мен сіздің қазір әкеңізді немесе анаңызды ғайбаттап, жаман сөз айтсам, ашуланасыз ба, ашуланбайсыз ба? Ашуланамыз ғой. Не үшін? Не үшін ашуланасыз? Өйткені сіз үшін өте қымбат, жақсы көретін адамды ғайбаттап жатырмын. Ал енді мұсылманды ғайбаттаған кезде неменеге ойланбайсың? Ол сенің әке-шешең сияқты сен жақсы көретін адам емес. Ол әлемдердің Раббысы Алла жақсы көретін адам ғой мұсылман деген. Қалай сен қорықпай ғайбаттайсың? Қалай сен оны жек көресің? Сол үшін біз не істейміз? Алланың жақсы көретін құлы. Бұда иман бар. Иман деген бұл не болды? Пайғамбар не деген? Тозаққа да мұсылмандар түседі дейді, апа. Бірақ не болса о болса ше, мұсылмандар айыбын өтеп болғаннан кейін түбінде жәннатқа кіреді. Қараңызшы, бүгін басыңызға іс түсіп жатыр ма? Ешкімді кінәламаңыздар, ешкімнен айып іздемеңіздер. Өзіңіздің өміріңізді артқа айналдырып көріңіз. Кім жайлы ғайбат айтпадық біз? Кімді жамандамадық? Біз кімді сөкпедік, кімді боқтамадық біз ше? Аллаға бойсынбау, Аллаға қарсы шығып істеген қателіктерді қойып еміз. Адамдардың ақысына келген кезде не істемедік біз да? Енді неменеге біреуден қателік іздейміз деген сияқты апалар. Біз
біреуден қателік іздеуге болмайды екен. Қараңыздар, біздің соншалықты әлсіздігіміз. Міне осы жерде мысалы, өңкей намаз оқиды, намазын қалдырмай оқитындар отыр. Бұлайша айтқан кезде иманы кәмілдер отыр деп қоямыз ғой, иә? Бірақ қараңыздар, біз өзіміз әлі Құдайды дұрыс тани алмай жатып қой. Басымызға іс түскен кезде не болып кетті өзі? Неменеге мен сыналып кеттім деген сөздер айтып қоямыз ғой, Құдайды танитын адам бұл сөзді айтпайды. Неменеге деген сөзді айтпайды. Әсіресе апайлар, сіздер адам қайтыс болған кезде қайда кеттің, неге кеттің, кіммен кеттің, қашан кеттің, сен кеткенше мен кетпедім бе деген сөздердің бәрі Алланы танымайтын адамдардың сөздері де. Міне мұсылмандар, біз өзіміз әлі Алланы дұрыс тани алмай жүрміз. Сөйтеміз де кейде Аллаға қарсы сөйлеп қойып жатамыз. Мысал үшін, басымызға іс түскен кезде не дейміз біз? Алла шешеді дейміз. Бірақ Аллаға қарай емес, адамдарға қарай шапқылай бастаймыз да. Міне апа, проблеманың бәрі өзімізде. Мен жақында бір кісі сұрақ қойып жатыр да, біз бәрін Алла беретінін білеміз дейді да, неменеге бірақ адамдардың алдында жәрбеңдей береміз? Неге біздің анау неміз? Сеніміміз бар ғой, сеніміміз. Құдай береді дегенше, неменеге әлі орнықпай жатыр дейді да. Біздің осы өмірде сабақ алуымыз керек қой. Біз балдарымызды енді сондай сенімге үйретуіміз керек. Ола кейін үлкейген кезінде бірдеңесі болмай қалса бар ғой, Алланың қалауы болды деген нәрсемен тынышталатын жүрек беру керек оларға. Осы не істеу керек? Құдайсыз қурай сынбайды деген сөз бар ғой, не болса да Құдайдан екеніне сендіре беру керек. Не болса да Құдайдан. Біздегі кішкене қателігіміз енді. Біз союзды кінәлай алмаймыз, бірақ союзда кішкене үзіліс болып қалды да, біз қарамышық көрсе қайтып кететін заман жано. Ертеңгі жұмыстың не болатынын гороскоптан іздеп отқан заман сол кездерде кішкене дінімізден алыстап қалдық та. Міне біз сол кездегі тәрбиеленіп өскен адамдар. Қазір біз жалтақ болып қалдық. Құдай шешет десе де бар ғой, бар 2 рәкат намаз оқып Құдайдан сұрасайшы десе, жоқ. Мысал үшін, қазір бір әйелі көтермей жүрген адамға әулиенің басына түнесін көтереді десеңше, барады. Бірақ астағфирулланы айтсаң, әйелін көтереді десең сенбейді. Құран аятына сене алмаймыз да. Хотя Құранға сенеміз деген секілді бар ғой. Апалар, өмірімізді бар ғой, өмірімізді. Қазір сіз бақытты өмір сүріп жүрсеңіз де бар ғой, сіздің кейбір істеп кетіп жатқан қателіктеріңіздің зардабын балдарыңыз көреді. Сол үшін артыңды реттеп кет. Артыңды реттеп кет. Бала шағаңа қандай өмір беріп жатсың? Қандай өмір қалдырып жатсың? Қандай тәрбие қалдырып жатсың? Ана қазір көп адамдар шықты ғой мақтанатын. Атам молда болған дейді. Атам молда болған. Суды теріс ағызған. Метіп, атаң сенің ерткен екен да, суды ары бер гәнет етіп отырған екен да, каналдың басында суды бұлай бұрып, басқа тірлігі болмаған ба оның. Суды бұлай ағызған дейді да. Қараңыз, сен атаңмен мақтанба, сен ұрпағыңмен мақтан. Мықты болсаң ше. Не дейді? Бір кісі мен деп сөйлеп отқан кезінде айтқан екен да, сен өзің кім екеніңді айтпай қой. Сен ертең дүниеден өтіп кеткеннен кейін бала шағаң сенің кім екеніңді айтқызады дейді, көрсетеді дейді. Егер адамдар сенің бала шағаңа қарап, атаңа нәлет деп жатса бар ғой, сен солсың дейді да. Егер сенің балаңа адамдар қарап, атаңа рахмет деп жатса, сен солсың дейді. Неге? Атаңа нәлетті айтқызатын да, атаңа рахметті де айтқызатын тәрбие емес па? Сен сондай атаңа нәлет дегізетін тәрбие беріп кеткенсің, немесе атаңа рахмет дейтін тәрбие беріп кеткенсің ғой. Олайша айтқанда не? Сенің жемісіңнің анау орын уражай не дейді қазақша? Жемістің дән беретін уақыты бар ғой, бұл сенің ұрпағыңның заманы ғой. Сенің кім болғаның сенің ұрпағыңнан көрінеді. Алла қуат берсін апалар. Алла Тағала отбасыңызға амандық берсін. Өсіріп отқан мал жандарыңызға Алла қуат берсін. Алла Тағала береке берсін. Қараңыздар, қазақтың мақалдары қандай? Ұшқанда не көрсең, ондай емес қой. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны десің. Апа, сіз не айтса да қосылып былай талғастырып кете бересің. Сен арқаңыз бар ғой міне.
Ей, дұрыс емес демейді ғой. Ары қарай бүйтіп автомат ана бірінші қатарды екінші қатарға қойып қуып бара жатыр ғой. Апа, Алла разы болсын. Ұядан не көрсең, ұшқанда соны ілесің дей ма? Осы білмеймін де үйрете алмай жатыр ғой сіз. Одан кейін не дейді? Әке көрген ол жонат кімкі том пішіп отқан? Әке көргендер том пішет деп қайсыңыз ол? Ол жонат шеше көрген том пішет дейді. Апа, қазір кейбіреулер бар ғой, баласын нервін шыдамайды деп садикке беріп жатыр. Қол бос болса да ше, мен айтамын да, сол бала ертең сені қарттар үйіне беріп жібермесінші. Өйткені балаға тәрбие нағыз керек кезде, ананың мейірімі керек кезде ше, ол ана тәрбиешінің отыр, жат, оқы, жатта дегенше сондай. Ол білімді болып шығады, ода бірақ мейірім жоқ. Неге? Өйткені ол бала күнінде ше, өзіне қажетті мейірімді ала алмады. Балаларымыз кейбір кезде ше, шамадан тыс сындыруға болмайды. Ана жұмысқа қатты. Бала ойнау керек. Бала кішкентай күнінде бар ғой, ол ойнау керек. Ол бала күнінде, оны баяғыда аталарымыз айтқан еді, 5-ке дейін патша ұқсап ұстап, оны ұрғанмен, соққанмен осы нәрсе түсінбейді ол. 5-тен кейін ендіші, бірақ оның миына соған дейін бар ғой, жақсы нәрселер, даналықтар таға беру керек. Одан кейін, оған енді жұмсап, жұмыс істеуді үйрету керек. Ары қарайқысы, не дейді? Ақылдас дейді. Ақылдас, ары қарай өзі, ол ақыл кішкене, онынан ары қарай асады ғой, қазір байқайсыздар ма? Оннан асқан балаңа бірдеңе айтсаң бар ғой, уже ол өзінің міне жеріндегі миыменше санасады, баяғыдай бірден істеп кете бермейді ол. Деген секілді бар ғой, апа, балдарымызды ше үйде өзіміз екен ғой тәрбиелейтін. Артқа да кетіретін, алға да кетіретін, соның енді қараңыз, жемісі. Бала ойнайтын кезде ойнау керек. Ойнайтын кезде ойнатпадың ба, ол ертең 40-тан кейін ойнайды. Ақысын сол кезде алады ше. Қатыны жұмыс істейді, өзі ойнайды сол кезде бар ғой. Расы да, қатын не үшін жұмыс істейді? Бұл әйелдер бар ғой, шынымен, бала шағаға шынымен қатты жаны ашитын адамдар ғой бұлар. Раста пейнеттің любой түріне шыдайтын әйелдер ше, пейнеттің бала шағасына ше, қажет кезде әйелдер, аналар кез келген ауыртпашылығына шыдап береді бұлар. Біздер еркектер шыдай алмаймыз оған. Расы да пейнетті осылар көреді де бірақ. Не болды да, таптың ба деп күзір айтуын, жүреміз да деген мұқтар. Апа, қазір кейбір ата-аналар кішкентай балдар кінәлап жатыр ғой. Не мынау, не мынау? Кім мынау деп ше? Бұл сенің жемісің. Бұл сенің тапқан тарысың сол. Кішкентай күнінде еріндің ғой тәрбиелеуге, дұрыс па? Енді саған қарауға ерінетін адам келді да. Қарттар үйінде, апа, кезіндегі үлкен қызмет барып тұрамыз ғой біз. Жақында бардық қарттар үйіне. Үлкен қызметті істегендер отыр ана жерде. Бывший прокурор отыр, қай жерден айтпақ қой. Қарттар үйінде, бывший прокурор отыр. Кезіндегі мұғалім болған, үлкен қызметті істегендер бар ғой, не бір бай бағыландар отыр. Барыңыздар, сөзіме дәлелді сөзді көресіздер. Барыңыздар, көресіздер. Шымкентте де бар, Алматыда да бар, анда да бар, мұнда да бар. Енді апа, жай сөйлесіп отырып қой кейін. Жаңағы не передача біткеннен кейін жеке сөйлесіп отырып қой. Бала шағаларымыз жоқ па десек, олардың бәрі бала шағалар жоқтар деп ойлайсыздар ма? Бар бала шағасы. Бала шағалар бар бәрін. Апа, уақыт табады адам. Соның балдары бар ғой, достарымен кафеде отыруға уақыт таппай жатыр ма? Уақыт табады. Апа, менде бір сұрақ пайда болады да. Сол балдарды біреу тәрбиелеп өсірді ғой, дұрыс па? Мүмкін мейірім керек кезде мейірім берілмей қанша? Мүмкін көңіл бөлу керек кезде көңіл бөлінбей қалды ма екен, Бәрінің бала шағасы бар, бұлай өмір сүріпті, мүмкін бала деген аузына тығып жегізсең болды. Өсе береді, бір ғалым болып шығады, мейірім болып шығады деп ойладым екен.
Одан кейін біз кеше ғана дұға мәселесінде айтқан кезде не? Балаңа арам тағам жегізбе. Мүмкін табысының адал арамына қарамай баласының аузына тыға берді ме екен? Не де болса, өзінің баққан балдары ғой апа, әкеп тастап отқан же, демек, олардың сондай болып өсуіне біреудің ықпалы болды ғой апа. Мысалы, огород ексеңіз де, өсіп келе жатқан огородты өспей жатып пәлегін қайырасыздар ғой, білесіздер ма? Бәдірен болсын, дарыбыз болсын, не қауым болса да. Ол өскеннен кейін қайырсаң не болады? Пәлектері сынады, білесіздер ма? Огород шаттыздар қойсыздар. Мына ақыр заман қыздар білмейді ғой мыналар. Бите күлөкіде өскендер. Бірақ сіздер огород шапқандар білесіздер ғой? Кішкентай күнде қайырсаң қайырыла береді. Өскеннен кейін қайырсаң пәлегі сынады. Иә. Бала да сондай кезінде қайыруға болатын кезінде ше, не істедік? Қайда болдық деген сұрақтар пайда болады да. Мүмкін. Енді бір қызығын айтайын. Сол біткеннен кейін пакетпен заварка анау мынау беріп жатып қой. Бір әйел өзінікін алып алған қой. Тағы біреуін берші дейді ғой. Не істейсің оны? Қарттар үйінде тұңғаш емессің, ол өздері береді шай. Воскресенье балам келеді, соған бер жерім. Мен айтам, ай сорлы, ай қараш. Ол балалары ше, баласы қарттар үйінен әкеп тастап жатыр ғой, ол оған пакетпен заварка жинап отыр да. Аналарда не деген мейірім деймін да, Пенсиясын бағып кетеді. Пенсиясын жақын. Біледі екен ғой пенсия алатын уақыттарын ше. Қарызым көбейіп кетті мамам, қай уақытта аласыздар деп. Сонда қалай ойлайсыз? Үйде сол кісіге бөлме жетпей жатыр ма? Қазір біздің бөлмелерде тіптен итке бөлме бар ғой біздің байларда, дұрыс па? Аяқ киімге арналған гардероб бөлмелер бар ма? Аяқ киімге арналған бөлме бар. Киімге арналған прихожкың бар, туалетің бар, ванның бөлек-бөлек. Спальный, детский, кухня, холл, зал, не бір нәрселер бар да. Бірақ бірақ сонда сол апа, расы да, сол үлкен тамда қартқа, жаңа қарт анаға бір орын табылмады ма? Орын бар. О жерде ше, не деп айтамыз? Махаббат жоқ болмақ. Берім болмай тұр ғой о жерде ше. Оны сыйдырмай тұр ғой оны ше. Тере-төре жетеді. Мына жақ тар болып тұр ғой, мына жақ ше. Расы да апа. Сол үшін, мысалы қазір, сол кезде енді мен барған кезде сәл қаттырақ айтып жатырмын да. Мысалы үшін, дәл қазір деймін да, түсініп отыр ол кісілер да осының бәрін. Бірақ, солар ше апа, 30 жыл бұрын, Мұхтар, сен менің заманымда ше, сенің қазір 4 бала шағаң бар. Саған, сол 4-еуінің біреуін елестете аласың ба? Что-то мынау мені қарттар үйіне апарып тастайды ау деп елестете аласың ба? Даже ойыңа кіріп шықпайды да. Келінге де, дұрыс па? Бірақ аналар да дәл солай сенді ғой балдарына кезінде. Қазір, өйстіп кейбіреулерге өйстіп ұрсып атсақшы, сені қайдағы жоқты айтпашы депші, бәлкім олар да кезінде өздеріне бір ескерту айтқан адамдар болды ғой, мүмкін құлақ аспады ма екен, өзім білем деді ма, деген секілді бар ғой, бізде қателік өте көп. Бірақ, апа, орыстардың өзі айтып жатыр ғой, бумеранг деген нәрсе не? Қайтады ма? Апа, не істесіңдер айтады? Алла Тағала Құранда айтады, сол сөзімді осымен аяқтайық. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Кім мысқалдай, зәредей, шаңның тозаңындай жақсылық жасаса, көреді дейді. Кім шаңның тозаңындай, зәредей, тіптен шаңның тозаңындай дейді, мысқалдай зәредей, жамандық жасаса, көреді дейді. Кім өз лайығын алады деп тұр да. Зинахор зинахорға лайық. Ұрыға лайық деген сияқты бар ғой, әркім өз лайығын алады деп тұр. Так что, қараңыз, бұның бәрі не үшін айтып жатырмын? Былайша айтқан кезде, мынау дүниеде ешкімге ренжудің қажет жоқ екен ғой, апа. Аллаға тіптен ренжуге болмайды. Өйткені қара, сенің дүниеге келуге шанс бар ғой, көке. Сізде дүниеге келуге шанс миллионға бір болған. Өйткені еркектің, әйелдің жатырына ұрыға өткен кезде бар ғой, миллиондаған, жаңа не деп айтады, ұрықтар жүреді екен ғой, жыбырлаған ше. Эмбриондар. Соның біреуі жармасады екен да, сол алып кетеді екен ғой.
Енді көке сіздің эмбрионыңыз здоровый болған сияқты ғой, ана қалғандар ұйықтатып. Мысалы да енді тұқымда бар деп содан айтады ғой, білмеймін ғой. Бірақ раста сенде ше на выживание өмір сүруге негіз шанс миллионнан бір болғанша, сол жерде Алла Тағала сол миллионның ішінде сені қалап ше адам қылды да, сен одан кейін тағы қандай шағымың бар Аллаға? Расы да апа, шағымдануға болмайды. Енді не істейміз? Сонымен не істейміз сонымен? Тоқ етері. Әлхамдулиллахи аля күллі хал деп айтамыз. Пайғамбарлардың сөзіне не жағдай болса да Аллаға шүкір. Өйткені басыңа жақсылық келді ма? Алладан. Басыңа жамандық келді ма? Ол сенен. Керек десеңіз ауырасыз ғой, не дейді? Пайғамбар саллаллаху алейхи саламның сүннетін ұстанған адам еш уақытта ауырмайды деген. Қараңыз апа, қазақ не деп жатыр? Дау қарындастан ауру астан дейді. Адам аштан өлмейді, адам неден өледі дейді? Айтсай ше, айтсай, адам астан өледі деген. Адам аштан өлмейді, адам астан өледі деген. Ожирение өліп отқандар бар ма? Давление өліп отқандар, передозировка жеп қойып өліп отқандар, передозировка ішіп қойып өліп отқандар бар ма? Жеп шаш алып өліп отқандар, түйіліп өліп отқандар бар ғой, дұрыс па? Жұт алмай қалып. Бірақ дәл қазіргі заманда жеуге нан таппай аштан өліпті деген бар ма? Жоқ, 32-ші жыл болды ғой, қазір жоқ. Енді қараңыз, аурулардың бәрі қайдан келіп жатыр? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам асқазандарының 3/1 бос қойыңдар деді, дұрыс па? Біздіңкі тірелмей тұрмаймыз ғой. Тірелмей тұрмайсың ғой, Нұрдәулет. Білесің ба, тоқ адам әлсіз келеді. Мысал үшін айтып жатқаным ғой. Свет өшпесе ұра бересің ғой, дұрыс па? Енді свет өшсе де кетіп бара жатып бір-екеуін алып кетеміз ғой. Қараңыз, 3/1 бос қой деп тұр. Енді қалған 2 бөлігін не істейсің? Тамаққа тығындап таста деп тұрған жоқ. Біреуін тамақ қыл, қалғанын су қыл. Неге? Адам денесінде су жүрсе бар ғой, адам бодрый қимылдайды. Міне мысалы мынау спортсмендер отыр ғой. Қалай күрескенде шаруам жоқ. Бірақ қазір Мұхтарды бар ғой, қылқитып тойдырса бар ғой, мен мынамен күресем. Қойт мен жасым үлкейіп кеткен болса да ше, мен күресем. Неге? 2 минут шыда. 2 минут шыдаш. 2 минут шыдап берсең болды. Уже мынада ауа айналатын уақытта ше, бұда лағман айналып отыр ғой, ұлғыл деп ше. Но одан кейін күресе алмайды. Құсады ол. А менде ауа, мына өкпеде бар ғой, өкпеде. Ауа айналып жатыр. Бұл күнде лағман мен мант айналып отыр ғой, түсіңіз ба? Жай күле. Кино театрда отқан жоқсың ғой. Расын айтып жатыр мата. Қарасаңшы, пайғамбар сам айтып жатыр да. Одан кейін қазақ айтады. Қазақтың мысалын қарасай, тоқтыққа білім қонбайды деген, білесіздер ма? Тоқтыққа білім қонбайды. Неге? Адам қатты тойса бар ғой, кетіп қала береді екен ғой. Одан кейін қараш, тоқ жатпаңдар дей ма? Біз аш жатшы, мына Нұрдәулетті аш жатқызшы, түнде тұрады мынау. Түнде тұрады, сықыр. Өтірік па? Біздіңкі датау мақал шығарып жүрген ғой, қойыңды сойып жат, бірақ тойып жат дейді ғой, дұрыс па? Аш жатпа дейді. Енді қараш, не дейді? Арамызда қалсын бірақ атын. Базарда қапасың. Бірақ қараш, не дейді? Азанда тұрасың ғой, шаршап тұрсың ғой. Что-то тынығамадың. Атаңның басын тынығасың ба? Сенің миың түнімен асқазанмен жұмыс істеп шықты ғой. Оны тағы да сен бір тамақ жемегесің ғой, банан мен шай, қамырауға, апельсин араласып кеткен ғой. Оның бәрін бөліп, реттеп, қорытқанша бар ғой, білесіздер ме? Бізде исламда бәрін қозғап қойған. Мына ет мәселесі, етті тағаммен, сүтті тағаммен, жемісті тағаммен, ұнды тағам деген бар ғой, мына төртеуін бірін-бірімен қоспа деген асқазанға жұмыс бұл. Енді оның бәрін аптаста да етті тағам, суда өсетін, балық өсін, балық бар ғой, балықтың еті, тауықтың еті, жылқының еті араластырма дейді. Үшеуінің қорытылуы 3 түрлі, білесіздер ме? Керек десеңше, ешкі мен қойдың өзінің етінің қорытылуы 2 түрлі болады. Біз ше, бір дастархан қойды ма, балық,
тауық, қой, сиыр бәрін жеп шығамыз ғой. Не болып жатыр дейді ғой асқазан, дұрыс па? Бәленің бәрі, ауру да өзімізден ғой. Соны айтқан ғой, ауру астан дейді, дау қарындастан. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бар ғой, апа, еш уақытта тойып тамақ жемеген, білесіздер ма? Даже не дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, қайтыс болып кеткеннен кейін аналарымыздың бірі не деген, алдына бидайдың наны келген кезде жылап тұрып не деген, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бидайдан піскен нан жемей кеткен екен ғой. Заман сондай болғанда. Біз қазір, Құдайға шүкір, біздің тауықтарымыз бидай жемей жатыр ғой, қазір дұрыс па, басқасы жоқ па деп жатыр ғой біз. Алла қуат берсін, қазір барып демаласты. Сөйтіп азанда 7:30-да астында боламыз. Енді айта береміз, бәрі шықпаймыз ғой, үйреніп қалдық. 7:30-да астында боламыз да экскурсияға шығып кетеміз, Ассаламу. Атамға дұға қылатын атамға. Ой,